Менің есі шығып жатыр. Әпке, тұршы. Не болды? Неге ерте оятып жатсың? Әпке, дәмді ес шығып жатыр. Анамыз бір тәтті нәрсе пісірген сияқты, жүр көрейік. Бүгін әрең дегенде демалыс күні ғой, сол үшін ұйқымызды қандырып алмаймыз ба? Әпке, болды тұрайық. Әпке, ерте тұрған өте пайдалы. Сасып жатқаннан ешқандай пайда жоқ, сол үшін ерте тұрайық. Ой, сен де қоймайсың, тамақ десе бәрінен де отказ жасайсың ғой. Жарай, тұрсақ тұрайық. Кеттік, жуынайық. Анашым, не істеп жатсыз? Сізге көмектесуге келдік. Мәссаған, анашым, мынаны сіз пісірдіңіз ба? Қандай аппетитті көрінеді, дәмді сияқты ғой. Иә, жаңа таңертең ерте тұрып, сіздің осыны пісірдім ғой. Инстаграмнан рецепт көргем, сол мен ұнады, соны таңғы асқа жасайын деген ғой. Жақсы ма, қалай шыққан? Өте дәмді сияқты ғой, анашым, біреу алып жейінші. Тиіспе, қызым, қолын жудың ба өзі? Я, жудым. Анашым, мен шыдай алмай жатырмын. Қазір күте тұр, шай қайнасын, сосын ішеміз бірге. Болды, орнына қой. Анашым, күшті жасапсыз? Я, міне шайда қайнап қалды. Әкелеріңді шайға шақырыңдар, сонымен шай ішейік. Жарайды. Жүркет, тезірек шақырайық. Әкешім, жүріңіз, шай ішеміз. Жақсы, кеттік, балам. Анашым, өте дәмді, керемет дәмі. Айзере, асықпай жесейші, біреуін сразу жеп қойған несі? Мен бұндай дәмдіге шыдай алмаймын, сразу бәрін жеп қоям. Айтпақшы, балалар, сендерге бір жақсы жаңалығым бар. Енді жақсы десем де болады. Өте срочный жаңалық, біз жаңа үйге көшеміз. Не, әке, сіз шын айтып тұрсыз ба? Сіз әзілдеп тұрған жоқсыз ба, әке? Жоқ, қыздар, қандай әзіл, біз шынымен де көшеміз. Яғни менің жұмысыма байланысты, мен осы үйім жұмысымнан алыс қой, сол үшін мен жақын жерден үй таптым. Сол жерге қарай көшеміз. Иә, қыздар, не болсаңшы таң алдыңдар ғой. Осы жерден, енді осы қаладан артық кетпейміз, осы қалада боламыз бәрібір. Қалайша, сонда біз жаңа мектепке көшеміз ба? Енді сендердің бұл мектептерін менің жұмысымнан тіпті алыс қой. Сол үшін сол жанындағы бір мектепке көшесіңдер. Мәссаған, менің көшкім келмейді. Менің мектепте достарым бар ғой. Я, менің де мектепте жан достарым бар. Мен оларды тастап кетемін ба? Қызым-ау, енді жаңа мектептен жаңа достар табасыңдар. Сосын өзіңнің бұрынғы достарымен де араласып жүре бересің. Несі қиын оның? Мен қаламаймын. Мен де қорқамын. Қыздар, болды. Енді бізде басқа амал жоқ. Біздің де көшкіміз келмейді бұл жерден. Бұл үй жақсы үй. Бұл жерде де достарымыз бар біздің де. Я, енді әкелердің жұмысы үшін біз көшуге тура келеді. Енді ақша аспаннан келмейді, сол үшін жұмысқа қарай көшу керек. Қыздар, не болды? Көңіл күйлерін түсірмеңдер енді, сол үшін көңіл күйлерін түсе ма? Араласып тұрасыңдар ғой, біз басқа қалаға көшіп жатқан жоқпыз. Оның үстіне әрі-бері жүргеннің өзі қаншама ақша кетеді. Таксимен де жүрген оңай емес. Я, еще ол квартира өте арзан және өте әдемі квартира. Бағасы да жақсы баға. Сол жерге енді мәңгілікке көшеміз. Жарайды. Қыздар, болды, көңіл күйлерін түсірмей, шайларыңды ішіңдер. Қалайша көшеміз? Менің көршім келмейді. Менің қаншама достарым, сыныптастарым және қаншама достарым бәрін тастап кеткім келмейді. Мен де тастағым келмейді. Бірақ та көшуімізге тура келеді. Мен бірақ қорқып тұрмын. Менің сыныптастарым қандай болады? Достарым бола ма? Әпке, біз сонда қай мектепке көшеміз? Менің білуімше, ол жерде бір мектеп бар, номер 60-шы мектепше. Сол мектепте, вроде біз сол мектепке қарай көшеміз, сол мектеп жақын. Ол жерде апайлар жаман қатал ғой. Бізге точно өте жаман болайын деп тұр. Мен бұл үйден көшпеймін, ешқайда да көшпеймін. Айзере, сен олай жасама. Біз ата-анамыздың айтқанын тыңдау керекпіз. Себебі олар енді біз үшін көшейін деп жатыр ғой, ақша табу үшін көшейін деп жатыр. Не де болса, үйренісіп кетерміз жаңа өмірге де. Жарайды, әпке, көшейік. Мама, әкем қайда кетті? Ол жаңағы квартираны көруге кетті. Сосын қазір келеді. Сосын
өзінің хабарын айтады. Анашым, сонда ол үйде сіз көрдіңіз ба? Иә, былай суреттен көрдім, бірақ өте керемет екен. Сонда біздің өзіміздің бөлмеміз бола ма, бөлек-бөлек, әлде бірге ма? Бірге болады. Мына Айзеретпен бірге тұрып қашан құтыламын? Мен де сенімен бір бөлмеде тұрғым келмейді. Үнемі менімен бірге ұйықтап жатқан кезде мені тебе бересің. Қыздар, қойыңдар болды. Вообще-то сен тебесің, еще сен қорылдайсың бақырып тұрып. Кетші. Мама, одан да айтыңызшы, сіз жаңа суреттен көрдіңіз ғой, сол сіздің телефоныңызда суреті бар ма? Негізінде бар, бірақ менің қазір телефоным зарядкада өшіп қалған. Сосын өздерің өз көздеріңмен көресіңдер, сендерге сюрприз болсын. Анашым, қазір көрейікші. Болмайды, әтпесе сендер көріп қоясыңдар, сосын онша қызық болмай қалады. Жарайды, күтеміз. Қане, болыңдар, жүріңдер, жиналыңдар, киімдерін, заттарын бәрін жинаңдар, ештеңке қалмасын. Жүріңдер, көшеміз болды. Не, әке, қазір ма? Я, болыңдар тезірек. Ойбай, ертерек айтпайсың ба? Біз әлі жиналғанша қанша өтеді? Жарайды, жүріңдер, тезірек жинайық. Бұл әсерлі барлық заттарды сал, ештеңке қалмасын. Дәл қазір айтқаны болмады ғой. Бағана айтасыз, бағана дайын тұратын едік. Енді бұл жина, енді көп сөйлемей. Вроде бұл комнатада бітті, енді үлкен заттар қалды. Кетіп басқа бөлмені жинаймыз. Қане, бала, ойыншықтарын тезірек жина, мына коробкаға сал. Жарайды. Солайша біз 2 сағаттың ішінде бәрін жинап үлгердік. Қызым, қане, ыдыстарды аккуратно сал, сынып қалмайтындай болсын. Жарайды. Абайла, бәрін аккуратно сал. Сонымен біздің үйдегі заттардың барлығы өте көп коробка болып шықты. Және әрине бізде үлкен заттар қалды. Олар енді КамАЗбен жеткізіледі, ол коробкаға симайды ғой. Сол үшін осынша көп коробка шықты. Тек осынша ғана деп ойлап қалмаңыздар, бұдан өте көп шықты. Сонымен достар, мен олардың жаңа үйіне обзор көрсетіп жіберейін сіздерге. Бірінші, бізде осындай кухнясы бар. Яғни әлі заттар жоқ, кейін өздері қояды заттар. Одан соң бізде осындай ванна, осындай не десем болады, гостиная десем болады. Осындай, негізінде бұл жерде бос, әлі заттар әлі қоймады, өздері кейін қояды. Бұл болса бізде жаңа қыздардың бөлмелері. Әкесі мен анасының бөлмесі былай симай қалды мына жерде. Бірақ та оны былай бар деп көзге елестетейік. Енді ол бізде главный керек бөлме емес қой. Осы бөлмелер негізі бізде керекті бөлмелер. Енді бізде қыздардың өмірлері қандай болады, олар дос таба ала ма, мектептері қандай болады, ол жайлы бәрі мен келесі серияда көрсетемін. Бұлай сіздерге ұнады деген ойдамын, және де мына үйге де сіздер баға беріп кетіңіздер, ұнады ма сіздерге, ұнамады ма, қандай жері дұрыс емес, соны жазып кетіңіздер өз ойларыңызды. Мен міндетті түрде бәрін оқимын. Так что, достар, ұнаса бұл серия, обязательно лайк басып тіркеліп кетіңіз және сау болыңыздар.